Баршаңызға сәлем. Тропикалық меренга рулетін бірге жасайық. Үй жағдайында оңай дайындауға болады. Алдымен жаңғақты дайындап аламыз. Менде фисташки жаңғағы. Қабықтарынан тазалап, ұсақтап тураймыз. Уызды орташа жылдамдықта 1 минуттай миксермен араластырамыз. Бүктеніп, ұлғайғанға дейін. Ыдыс құрғақ әрі таза болуы тиіс. Жұмыртқаның сарысы мен ақ уызын абайлап ажыратыңыздар. Енді миксерді максималды жылдамдыққа қойып, қант ұнтағын біртіндеп қосып отырып, 10 минуттай араластырамыз. Масса біртіндеп тығызданады. Ақуыз формасын ұстағанға дейін. Енді кукуруз крахмалын және шымшым лимон қышқылын қосып, тағы да 1-2 минуттай араластырамыз. Бір келкі болғанша. Қынған массаны пісірме табаққа салып, тегістеймін. Мұны ұзақ уақыт жасамауға тырысыңыздар. Бетіне ұсақталған жаңғақты себемін. Пісірме табақты пешке 150 градуста 30-40 минутқа кептіреміз. Алғашқы 20 минут пешті ашпаңыздар. Уақытты пештеріңізге қарай қараңыздар. Пешті сәл ашып, бетін ақырын қағып көріңіз. Қыртысы қатты болуы керек және бұлыңғыр дыбыс шығуы керек. Аздап жарылып кетуі мүмкін. Аударып алып, толығымен суытып аламыз. Ал енді кремімізге көшейік. Ыдысқа сүзбе ірімшігі, жақсылап суытылған сливки және қант ұнтағын қосып араластырамыз. Қалауларыңызға қарай тағы қант ұнтағын қоссаңыздар болады. Бірақ ұмытпаңыздар, меренга коржы өздігінен тәтті. Крем ұлғайып, формасын ұстағанға дейін араластырамыз. Алынған кремді меренга коржыны жағамыз. Бетіне жұқа етіп турап банан саламыз. Бананнан басқа консервіленген жемістер, кез келген жидектер не болмаса, кремге дейін қышқыл джем жақсаңыздар болады. Банан мен қызықты тропикалық дәм болады. Енді астындағы орамалың көмегімен ораймын. Он 15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Меренга орамасы дайын. Қытырлақ меренга және бетіндегі қытырлақ жаңғақтар, нәзік ақуызды суфле. Ішінде қош иісті банан бөліктері бар. Орама тропикалық болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әйгерім.